Кәрім Сауғабай. Апта ертегі. Әжем айтқан жасымда, Балқан таудың қасында, өткен дейді оқиға, аз ғана ауыл қосында. Апта деген шал бопты, елемепті бар жоқты, жанға жара салмапты, уайым қайғы көрмепті. Ағаштан түйін түйіпті, жерді ерен сүйіпті, ұнатқаны соншалық шөптен шекпен киіпті. Жерден астық орыпты, қамба ұнға толыпты, жеті ұлы қорықпай елін жаудан қорыпты. Жеті ұлы болыпты, жеті ауылды билепті, ренжітпепті халықты, жан адамға тимепті. Апта елді сыйлапты, аптаны ел сыйлапты, дүние мүлік үйіне апта әсте жимапты. Алтын күміс мүлікті көзіне ілмей жүріпті, бұл мінезін кейбіреу әжуағып күліпті. Аптадан ел бата апты, қызын ай күн атапты, ұзатыпты аспанға көрмейін деп шатақты, ұлдарына тілепті, зіресіз абзал білекті, қыздарына тілепті, әппақ адал жүректі. Үлкендер одан бата апты, дидарын таң атапты, үнін желге теңепті, мүсінін гүлден жасапты. Оған апта көнбепті, келісім бермепті, мадақтаған жандарды 12 ай тергепті.